Ев, ин, оқ жалғауларынан қайтсек құтыламыз. Бауыржан Момышұлы кезекті бір қанды қырғыннан соң көрсеткен ғаламат ерлігі үшін наградаға ұсынылады. Күндердің күнінде жоғары командованиенің бұйрығы шығып, Қызыл Ту орден омырауына қадайды. Қаздай тізілген солдаттардың алдында өзін салмақты ұстаған Баукең бұйрық қағазға көзі түскенде түрі сұрланып сала беріпті. Жалма-жан омырауындағы орденді ағытып алған батыр: "Кешіріңіздер, бұл орден менің адресіме жіберілмепті", дейді жайбарақат. "Қалайша?" дейді саяси жетекші. "Сіздің фамилияңыз жазылып тұр ғой." "Қазақта Момыш деген есім жалғыз менің әкемде ғана емес шығар. Бауыржан деген атта жалғыз маған қойылмаған. Мен Бауыржан Момышұлымын, ал мына бұйрықта Бауыржан Момышевқа деп жазылған. Сол себепті орденді алудан бас тартамын", депті батыр Баукең. Бейресми деректерге жүгінсек, еліміздегі 10 миллионнан аса қазақтың 80%-ы Ев ин Овты әлі күнге дейін қастерлейді екен. Одан айырылса ырысы қашатындай, баласы мен немерелерінің туы туралы куәліктеріне ойланбастан Ев ин Овты қонжитуға құмар көрінеді. Осы жерде елдің көз алдында жүрген, әр ісі ұлтқа үлгі, сөзінің салмағы бар тұлғалық имиджі қалыптасқан көкелеріміздің Ев ин Ов сияқты кеңес дәуірінде жұққан шаңды әлі күнге сілкіп тастауға мойындарының жар бермей жүргендерін айтпай кетуге болмас. Тәуелсіздіктің бастауына шөліркеп жеткен жылдары фамилияға да төңкеріс жасау жайлы бастама көтергендер болған. Темірді қызған кезінде соққысы келген кей азаматтар шырылдап жатқанда, жоғарыдағы көкелер жайшылықта ауыз жаппас, керек кезде өлең таппастың кебін киіп үнсіз қалғанын халықта ұмыта қойған жоқ. Фамилияны өзгерту туралы сыбыстың бұрқ ете қалған сол екен. Қалыптасқан дағды бойынша телеарналарда пікір сайыстар ұйымдастырылып, газеттерге сала құлаш буы бұрқыраған мақалалар басылып, әйбір қызу науқан жүріп берген. Сүт бетіне шығар қаймақтар өз ой пікірлерін ұсынып тықпалаған есте қалыпты. Содан бері қаншама жыл өтсе де заңмен бекіп жүйеленбеген тек атауын, яғни фамилиясын әркім өз қолайына икемдеп көкпарға тасталған серкедей жан-жаққа тартқылап жұлым-жұлымын шығарды. Біз біреулер Ев ин Овты қысқартып әкесінің атында қалса, енді біреулері тегі, ұлы, әулеті, түбі деген тіркестерді жекешелендіріп патенттеп алды. Қызды мен кейбір қасқалар тегінің артына туған қаласын тіркеп, қозы-көш атауды сүйретіп, арабтарға ұқсап шыға келмесі бар ма? Біздің еліктегі қазақтардан бұдан да зорын күтуге болатынына осының өзі-ақ жарқын мысал. Келешекте ақылы кіріп Ев ин Овты талақ ететіндер кездесіп жатса, Бауыржан атамыз секілді ұлы болып қалама, жоқ әлде ата-бабасының құлы болып жазылама, ол енді өздерінің жүрек қалауы. Бұлай деп жөн сілтеу біздің құзырымызда емес. Десек те, бар қазақтың тұтастығы сақталып, ынтымағы арту үшін тегімізді заңмен бекітіп бір жүйеге түсіруге тиіспіз. Әйтпесе, халық шатасуға айналды. Жоғарыда Момышұлын бекер сөз еткен жоқпыз. Қылышынан қан тамып тұрған кеңестік дәуірдің өзінде адами құқығын қорғап әкесінің ғана ұлы емес, барша қазақтың нұры бола білген батырдан алар тағылым көп. Бүгінгідей қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған мамыражай заманда Ев ин Овтан талақша жабысып айырылмай жүргендерге батырдың ғибратты ғұмыры үлгі болса ғанеки. Мәліметтер Нағашыбай Қабылбектің Facebook парақшасынан алынды. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.